Баршаңызға сәлем бердім достар. Мен бүгін сіздерге осындай құрамына 500 теңге кеткен осындай өте дәмді керемет торттың рецептін ұсынамын. Бұл тортқа ешқандай да сливки, сгущенка, вареная сгущенка, кукурузный крахмал деген сияқты табылмайтын заттар қосылмайды. Кәдімгі барлық үйде болатын ингредиенттерден жасалады. Ешқандай да вареная сгущенка қосылмаса да кремнен өте дәмді вареная сгущенканың дәмі шығып тұрады. Ендеше осы тортты жасау үшін ең бірінші кремнен бастаймыз. Мен жай ғана заварной крем емес, эксперимент ретінде вареная заварной крем жасап көргім келді. Нәтижесі маған өте қатты ұнады. Ең алдымен металл ыдысқа қантты ерігенше араластырамыз. Орташа оттың астында қант толық еріп біткенше үнемі араластырып тұру қажет. Қант толық еріп болғаннан кейін осылай қоңырқай түске енеді. Сол кезде карамельдің үстіне жылы сүтті осылай карамельді үнемі араластыра отыра сүтті аз-аздан құйып араластырып отыру қажет. Сүттің бірінші бөлігін құйған кезде өте сақ болыңыздар, себебі бұл өте ыстық, қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Тағы да ескерте кетейін, сүтті құйып жатқан кезде карамельді үнемі араластырып отырып сүтті құю өте маңызды. Бұл торт қымбат ингредиенттерсіз үйдегі бар заттармен жасалса да өте дәмді керемет болып шығады. Сіздерге де осы тортты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Барлық сүтті құйып алғаннан кейін отты ең жай режиміне қойып жұмыртқалы массаны дайындап аламыз. Ыдысымызға 3 дана жұмыртқаны шағып жақсылап араластырамыз. Видеодағы тортқа қосылатын барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қалдырамын. Оның үстіне кукурузный крахмалды немесе ұнды қосып, жақсылап іртіктері кеткенше араластырамыз. Дайын болған жұмыртқалы массаны жаңа дайындап жатқан қайнатпалы кремнің үстіне қосып, крем қоюланғанша үнемі араластырып отыру қажет. Міне крем осылай қоюланған кезде оттың астын өшіріп, суыту үшін осылай басқа ыдысқа құямыз. Кремнің дәмі тура вареная сгущенканың дәміне қатты ұқсайды, өте дәмді керемет крем болып шықты. Енді осы кремнің бетін целлофан пакетпен жақсылап тығыздап жауып суытып қоямыз. Енді торттың коржын дайындаймыз. Ол үшін 5 дана жұмыртқаны бірінен кейін бірін шағып алып, миксермен бір қайтара миксерлеп шығамыз. Ең алдымен миксердің ең жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Миксерлей отыра қантты 2-3 бөлікке бөліп, қанттың барлық бөлігін қосып болғаннан кейін миксердің ең қатты жылдамдығына қосып, аппақ болып 3 есеге дейін көбіргенше жақсылап 5 минуттай миксерлейміз. Міне дәл осылай аппақ болып көбіргенше жақсылап миксерлейміз. Дайын массаны бір жетке алып қоямыз да балды дайындаймыз. Металл ыдысқа балды құйып оттың астында ерітеміз. Балды оттың үстіне қойғаннан кейін 7 грамм ас содасын қосамыз. Менің видеоға ас содасын қосқан түспей қалыпты, сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Балға ас содасын қосқан екен осылай көпіреді. Осы видеода көрсетілгендей қоңырқай түске енгенше жақсылап араластырып тұру қажет. Осылай қою қоңыр түске енгеннен кейін балды оттың үстінен аламыз. Дайын болған балды массаны жұмыртқаның үстіне аз-аздан қосып миксерлей отыра араластырамыз. Енді осыған ұнды 3 бөлікке бөліп електен өткізіп миксерлейміз. Мінекей коржымыздың массасы дайын болды. Консистенциясы дәл осындай болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай менің формамның өлшемі өте үлкен. Сіздер де дәл осындай үлкен формаға пісірсеңіздер болады, немесе бұдан да кішірек формаға пісіре берсеңіздер болады. Дәл мен сияқты үлкен формаға пісіретін болсаңыздар, корждарды піскеннен кейін 2-ге бөлеміз. Ал егер бұдан кішірек формаға пісіретін болсаңыздар, корж піскеннен кейін оны 3 бөлікке бөлеміз. Енді осыны 170 градуста алдын ала қызып тұрған пеште қызарғанша 15-20 минуттай пісіреміз. Дәл осылай қоңырқай түске енгенде корж толық піседі. Корждың пісіп-піспегенін таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Менің формам тым үлкен болғандықтан коржды теңде 2 бөлікке бөліп алдым.
және әрбір бөлікті видеода көрсетілгендей дәл корждың ортасынан осылай екіге бөлдім. Міне оған дейін қайнатпалы креміміз де салқындап қалыпты. Енді осы қайнатпалы кремнің үстіне бөлме температурасында еріп тұрған жүп-жұмсақ сары майды қосып, миксермен бір тегіс бір келгі болғанша араластырамыз. Маңызды ескере кететін жайт, қайнатпалы крем мен сары майдың температурасы бірдей болуы қажет. Егер екі түрлі болса, онда біздің қайнатпалы креміміз іріп кетеді. Егер де іріп кеткен жағдайда дәл осы кремді су моншасына қойып бір келгі болғанша миксерлейміз. Мінекей біздің коржымызда креміміз де дайын болды. Енді торттарды жинауға кірісеміз. Менің тортты жинап жатқаным көрінбей қалыпты, бірақ та ол өте қарапайым. Ең бірінші барлық корждың төрт шетінде бірдей етіп кесіп аламыз да осылай бетін сәндеу үшін блендермен үгітіп алуға болады, немесе қолмен үгітсеңіздер де болады. Менің тортты жинап жатқаным видеоға түспей қалыпты, бірақ та ол өте қарапайым. Ең бірінші коржды қоямыз, оның үстіне кремді солай-солай жинап аламыз. Мен осы тортты дайындап жатқан кезде қызық болды. Сіздерге айта кетейін, мен осы торттың бетін сәндеу үшін карамель дайындаған болатын, бірақ менің карамелім шықпай қалды. Сондықтан да сіздерге карамельдің қалай жасағанымды рецептін көрсете алмаймын. Торттың қалған корждарын үгітіп алған екен осылай торттың төрт шетінде сәндеп шығамыз. Тортымыз дайын болған екен тортты тоңазытқышқа кемінде 5-6 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде біздің креміміз корждарға сіңіп, торт өте жұмсақ, ауызға салсаң еріп кететіндей өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің тортымыз толық дайын болды, жеуге дайын, өте дәмді керемет болып шықты. Енді дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ешқандай сливки, сгущенка деген сияқты қымбат ингредиенттерсіз ақ үйдегі бар заттармен осылай өте дәмді торт жасауға болады. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.